Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін менің шеберлік сыныбының тақырыбы бастауыш сыныптарда ойын түрлерін қолдана отырып оқыту дейді. Өздеріңіз білесіздер, бастауыш сыныптарда мен 1 мен 4-ші сыныпта сабақ бергендіктен көбінесе ойын түрінде сабақты біз өткіземіз. Өйткені жас ерекшеліктері, жастары 1-ші сыныпта, 4-ші сыныпта оқыған балалар болғандықтан, ойын арқылы сабақты түсіндірсек, балалардың ойында біраз мағлұмат қалады, жаңа сөздерді тез жаттайды, және де тағы басқа. Енді міне бүгінгі мақсаты бүгінгі сабақтың ойын арқылы оқушылардың білім-білік икем дағдыларын қалыптастыру, бағдарламада алған білімдерін тиянақтау, пысықтау. Міндеттері білім деңгейі мен икем дағдыларын жетілдіре отырып, ойын арқылы оқыту және тәрбиені ұштастыру. Ойната отырып білімге жетелеу. Оқушының өзіне деген сенімін арттыру, оқуға деген қызығушылық белсенділігін дамыту. Енді біз әр сабақта мақсат болғандықтан, сол сабақтың мақсатына жетуге тырысамыз ғой бәрімізді сабақтың соңында. Сондықтан да жаңағы ойын ойнату арқылы жаңа сабақты түсіндіргенде, немесе сабақтың басында өткен сабақты қайталау кезінде, сабақтың соңында бекіту кезінде ойын ойнатып балаларға түсіндірсек, естерінде бәрі жатталып қалып, сол сабақта өткен жаңа сөздерді балалар біраз уақытқа дейін ұмытпайды. Енді балаларды оқытудағы ойынның ерекшелігі, оның қандай ерекшеліктері болып табылады? Ойын сабақтың басында өткен, сабақтың басында, жаңа айтып өттім ғой, сабақтың басында ойын ойнату арқылы өткен сабақты еске түсіреді. Сабақтың ортасында көңіл күйін сергітеді бала, ерік жігерін дамытады, сабаққа ынтасын арттырады. Ол сабақтың ортасында. Енді сабақтың соңында тақырыпты бекітеді, сабақта алған білімді жинақтау мақсатын көздейді. Өздеріңізді міне көріп отқандай, естіп отқандай, баланың көңіл күйі бірден көтеріледі, ойын ойнату арқылы сабақты түсіндірсек, ерік жігер дамытады, сабаққа ынтасы артады. Үнемі балаға бір сарынды сабақ бере беретін болсақ, жаз, оқы, аудар деп беретін болсақ, ол бала сабақтан шаршап кетеді. Бастауыш сыныпта оқитын бала болса, тез шаршайды. Сондықтан да үнемі ойын арқылы күнде бір ойыннан тақырыпқа байланысты ойнатып отыру керек. Енді ойын неге үйретеді баланы? Ойын сауаттылыққа үйретеді. Ойын баланың, оқушының ой өрісін дамытады. Ойын оқушыны жан-жақты тәрбиеледі, сөйлеу қабілетін арттырады. Енді көрнекілік, әрине, әр сабақта балаға көз қызығушылығы, жаңағы баланы қызығушылығын арттыратын көрнекіліктер болу керек. Қазір бар ғой бізде, үлкен экрандар бар, теледидарлар бар, немесе болмаса осындай көрнекіліктер дайындап келу керек ойынға. Көрнекілік арқылы қалай баланың ойынға қалай қамтимыз? Значит, есте берік сақтайды, өткен сабақты материалды сапалы түсінеді, осы көрнекіліктерді көру арқылы ойлау қабілеті дамиды, сөйлеу қабілеті жетіледі. Енді ары қарай ойынға қандай талаптар қоямыз? Жаңа тақырыпты өткен кезде сабақта ойната отырып қандай талаптар қоямыз? Оқушыны жалықтырмау керек сабақта, ойынның мазмұнын ашу керек. Бірінші ойын ойнатпас бұрын балаларға түсіндіріп аламыз. Бұл қандай ойын болады, балалар не істейді, сосын ары қарай бүгінгі тақырыпты байланыстырамыз. Қажетті материалдардың дайын болуы, көрнекілік түрінде немесе электронды түрінде қажетті материалдар дайын болу керек. Ойынның түрін дұрыс таңдап алу дейді. Бастауыш сыныпта қиын ойынды, кез келген ойынды алмай, тақырыпқа байланысты ойынның түрін дұрыс таңдау керек. Өту жоспары болу керек, ойын қызықты болу керек. Енді ары қарай ойынның негізгі функциялары, қандай функциялары? Ойын ойнату арқылы баланың көңіл күйі көтеріледі, жанында отырған баламен немесе сыныпта отырған балалармен қарым-қатынас жақсарады, сауықтырады, сергеді, түзетеді дейді, қалыптастырады, әлеуметтендіреді дейді.
Енді қараңыз, мен сіздерге мынандай суреттер түсірдім. Бастауыш сыныпта, 4-ші сыныпта ұлттық құндылықтар деген бөлім болды бізде. Сонда әр жаңағы бөлімде тақырыптар әртүрлі болып берілген. Ұлттық аспаптар, ұлттық тағамдар және сосын ұлттық бұйымдар, қазақтың ұлттық бұйымдары деген. Осы тақырыптар берілген құндылықтар бөлімінде. Осы тақырыптарды қамти отырып, мен балалармен өзім көрнекілік дайындап, балалармен әр сабақта бір-біреуінен ойнатып отырдым. Мына жеріне мен үзінділерінен суретке түсіріп алдым. Қазір оны да көрсетемін. Асық болса асықты лақтырып, немесе асық болмаса, мына суреттегідей қорапты лақтыра отырып, қорап, міне менде бұның бәрі бар. Мысалы, қорап бүк түсті ма, тәйке түсті ма, балалар мына жерден ашады өздері. Мынау үстелдің үстінде тұрады, мен қазір былай ұстап тұрмын. Мысалы, бүк түссе, мына жерін балалар ашады. Мына жерде ұлттық салт дәстүр деп шығады. Ұлттық салт дәстүрді жаңағы дәріптеу барысында оқушыларға түсінікті болу үшін салт дәстүр бойынша балалар мынандай пазл құрайды суреттерден. Бұл жерде салт дәстүрлер: бесікке салу, тұсаукесер, сондай салт дәстүрлер тақырыпқа байланысты баланың есінде қалу үшін балалар өздері пазл құрастырып шығарады. Бұл жерде 4 тақырыпқа байланысты 4 пазл беремін әр топқа топтастырғанда балаларды. Одан кейін келесі, мысалы, асығымыз ішік түссе, мына жерде ішік деген ұяшықты балалар ашады. Бұның бәрін мынандай жабыстырма арқылы өзім дайындап жасадым.